Айтпақшы достар, сіздерге мен екінші анама дайындаған өзімнің сыйлығымды көрсетпекшімін. Та-дам! Өз қолдарыммен жасадым. Мінекей. Қалай шыққан? Бірінші рет жасадым. Бағасын беріп кетіңіздер. Қазір осыны сыйлайтын боламын. Ішінде қанша бар деп ойлайсыздар? Туған күнге дайындық екінші бөлімге қош келдіңіздер. Мақсат 5 минуттың ішінде дастархан жайып үлгеру. Таймлайпсқа қосып қойымда бастадым. Бір қолда бауырсақ, бір қолда табақ, бір көзім самсада, ал екіншісі көзім шайнектің қайнауын күтіп тұр ғой. Айтпақшы, бүгін оформленияның бас директоры қайынсіңілім Көркем. Идея, фантазия, креатив керек болса, обращайтесь. Қас қағым сәтте тәттілер де, салаттар да, жеміс жидек бәрі түсініксіз түрде дайын болып қалды. Ең қызығы, камера алдында бәрі жай ғана 5 минут, ал мен үшін ол 3 сағаттық еңбек. Бірақ қыздар, нәтиже огонь болды ғой. Дастархан ресторандық деңгей. Мораль. Келін деген тек шай құятын емес, нағыз многофункционалды жан ғой.
Бүгін мамама ерекше сыйлағым келді. Кәдімгі гүл емес, ақша букет. Гүл шоғын көргенде мамам мынау не деген әдемілік өзі деп күлді. Сосын қонақтарға көрсетіп мақтанып кетті ғой. Осындай сәттерде шынында барлық еңбегің ақталады ғой. Өйткені мамамның жүзіндегі қуаныш мен үшін ең үлкен алғыс. Ақша қымбат емес, сезім мен ықылас қымбат дегендей, бірақ ақша да жаман емес қой, Дайындалыңыздар. Ең әсерлі сәт. Мамамның барлық қыздарының атынан сыйлығы. Сыртта бәріміз дайындалдық. Қызыл крем төсеп, анашым деген неон жазуды жарқыратып қойдық. Мамам далаға шыққанда жарық шамдар жана бастады. Музыка қосылды, бәріміз анашым туған күніңізбен деп айғайладық. Сол сәттегі мамамның жүзін көрсеңіздер ғой. Көзінен жас шығып толқып кетті. Бізге қарап, мынау не деген керемет деп, ал торт түрлейтін кезде ана деген қай кезде болсын баласын ойлайды демекші. Ең алғашқы тілегі бала шағам аман болсыншы деген тілек болды ғой. Осылай ананың жүрегіне қуаныш сыйлау ең үлкен бақыт. Өйткені ана разы болса, өмірің де нұрланады ғой. Бірлік бар жерде тірлік бар демекші. Дастарханды жинау деген бөлек сериал болды ғой. Біріміз ыдыс жуып, енді біріміз ыдысты шайып, ысты тасып, барлығымыз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығардық. Қайынсіңлілеріме және келінімен бірге істеген соң барлығы жеңіл өтті. Біреу күлдіріп қояды, біреу суретке түсіп жүр, ал мен камераны қосып үлгеріп бәрін видеоға түсіріп қойдым. Осындай сәттерде бірліктің, туыстықтың қадірін сезінесің. Шаршаған жоқпыз, керісінше көңіл көтердік. Өйткені бірлік бар жерде береке бар ғой. Гүлдерді шешіп, вазаға суға салып отырмын. Қарасам, әр гүл бүгінгі бір естелік сияқты. Мамамның күлкісі, қонақтардың жылы сөзі, бәрі осы гүлдермен бірге жанымда қалды. Міне, осымен біздің бүгінгі ерекше күніміз аяқталды. Мамамның жүзіндегі күлкі мен қуаныш бүгінгі ең үлкен сыйлығым болды. Мамама айтарым, сіздің мейіріміңіз осы үйдің берекесі, сіздің күлкіңіз біздің шабытымыз, ал сіздің амандығыңыз бәріміздің бақытымыз. Осындай ерекше күндер көп болсын. Сіз әрқашан осылай жарқырап жүре беріңіз. Ал сендер достар, видеоны ұнатсаңдар, лайк қойып, пікір қалдырып, арнама жазылып кетуді ұмытпаңдар. Себебі келесі видеомда 4,5 килограммдық молочная девочка тортының оригинал рецептін саламын.